Сәлем достар, бүгін біз сіздермен used to грамматикал конструкциясымен танысамыз. Used to бұрынғы уақытта істелген іс-әрекетті немесе әдетті айтқан жағдайда біз used to қолданамыз. Ендеше кеттік, бірінші мысалға келейік. I used to dance a lot, but now I don't dance anymore. Яғни бұрында мен көп билегем, қазіргі уақытта мен мүлдем билемеймін. Екінші мысал. He used to spend a lot of money on clothes, but now he can't afford it. Яғни бұрында ол киімге көп ақша жұмсаған, бірақ қазіргі кезде жұмсай алмайды немесе шамасы келмейді. Яғни can't afford, не может позволить себе дейді орысша айтатын болсақ, яғни шамасы келмейді қазір киім сатып алғанға. Және де біз used to-ді бұрында шындық болған, қазіргі кезде мүлдем шындыққа жанаспайтын іс-әрекет айтқан жағдайда біз также used to-ді қолданамыз. Мысалы, she used to have a long hair when she was a child. Яғни ол кішкентай бала болған кезде оның шашы ұзын болған. Значит, қазір оның шашы қысқа, бұрында ұзын болған деген мағынаны білдіріп тұр. So this building is now a museum. It used to be a castle. Яғни бұл ғимарат қазір музей, мұражай, бұрында бұл қамал болған. Яғни қазір ол шындыққа жанаспай тұр. Ендеше сұраулы сөйлемге келіп тоқталайық. Сұраулы сөйлем бізде did көмекші етістік арқылы жасалады. Яғни did plus subject plus used to plus verb. Яғни бірінші did, одан кейін бізде бастауыш, одан used to және етістіктің бірінші формасы қолданылады. Яғни used to деген біз used to деп айтпаймыз, айтылады used to. Ендеше мысалға қарап отырсаңыздар, бізде сөйлемде did тұрғандықтан біз use-ға ді жалғамаймыз. Егер болымды сөйлемде біз used to деп ді жалғайтын болсақ, сұраққа айналдырғанда немесе болымсыз сөйлемге айналдырғанда бізде ді алынып тастайды, яғни қолданылмайды. Себебі бізде сөйлемде did өткен шақты көрсетіп тұр, сондықтан біз етістіктен кейін, яғни used to-дан кейін біз диді қолданбаймыз. Ендеше мысалға қараңыздар. Did she used to travel a lot? Яғни ол көп саяхаттады ма? Бірінші used, яғни д-мен жасалып тұр. Бұл дұрыс емес, мен жаңағын айттым, яғни ди жазылмайды. Екінші сөйлем дұрыс, себебі бізде did тұрғандықтан біз use-ға ди қоспаймыз, сөз жалғамаймыз. Яғни did she used to travel a lot? Яғни ол көп саяхаттады ма? Яғни бұрынғы уақытта ол көп саяхаттады ма? Соны сұрап тұр. Ендеше кеттік, тағы да біраз мысалға тоқталайық. Келесі мысал қараймыз. Did she used to watch a lot of TV when she was a child? Яғни ол бала болған кезінде ол көп телевизор көрді ма? Яғни өткен іс-әрекетті сұрап тұр. Келесі мысал. Did he used to eat a lot of sweets when he was a kid? Яғни ол бала болған кезде көп кәмпит немесе көп тәтті жеді ма дейді. Келесі, енді біз болымсыз сөйлемге тоқталайық. Болымсыз сөйлем қалай жасалады? Болымсыз сөйлем did-ға нот жалғану арқылы, яғни didn't used to. Яғни көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде де ди қолданбаймыз, себебі сөйлемде did тұр, өткен шақты көрсетіп тұр. Яғни did he or she used to. Бітті. Біз ешқандай ди жалғамаймыз. Ендеше мысалға кеп тоқталайық. We didn't used to cook, but now we do. Яғни біз бұрында тамақ істемейтінбіз, қазір тамақ істейміз. Яғни ди жалғанбайды. Тағы да біраз мысалға кеп тоқталайық, сіздерге түсінікті болу үшін. They didn't used to live in the village, but now they do. Яғни олар бұрында ауылда тұрмаған, бірақ қазір ауылда тұрады. Келесі мысал. He didn't used to like coffee, but now he loves it. Яғни ол бұрында кофені ұнатпайтын, қазіргі кезде ол кофені жақсы көреді, өте қатты жақсы көреді. Жалпы used to конструкциясы осылай жасалады. Келесі сіздерде мына жерде екі конструкция берілген. Қараңыздар. She used to-ді, это мен жаңа сіздерге she used to-ді мен сіздерге жаңа ғана түсіндірген конструкция, яғни бұрындағы бір қандайда бір істелген іс-әрекет, әдетті айтқан жағдайда қолданамыз дедім. Екінші конструкция қараңыздар. She is, яғни to be мен жасалып тұр. She is used to doing, яғни ол бір нәрсеге үйреніп кеткен деген мағынада. Яғни бұл үйреніп кету деген мағынада қолданылады. Бұл конструкцияға мен сіздерге келесі сабақта толығырақ түсіндіріп беретін боламын. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Жоғалтып алмас үшін тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.